Сәлем баршаға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үлкенге де, кішіге де бірдей ұнайтын, тәп-тәтті, жұмсақ, аппақ осындай пряниктердің рецептімен бөлісетін боламын. Енді кезекте біз жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Алдын ала өлшеп алған ұнымыздың кішкене ғана бөлігін, яғни 125 грамын електің көмегімен өткізіп аламыз. Оның үстінен қантымызды салып, екеуін шанышқының көмегімен араластырып алатын боламыз. Осы аралықта сүтімізді газге қойып ысытып алатын боламыз. Ұнымыз бен қантымыз араласып болды. Енді бұның үстінен ыстық сүтімізді құятын боламыз. Венчиктің көмегімен түйірлері қалмайтындай етіп, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен сұйық майымызды құйып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған массамыздың үстінен жұмыртқаның екеуін сарысын және де бір жұмыртқаны салдым. Менде екі жұмыртқаның ағын бетіне глазурға алып қалдым. Жұмыртқаларымызды толық араластырып алатын боламыз. Массамызға алдын ала өлшеп алған қопсықшымызды саламыз. Үстінен електің көмегімен ұнымызды өткізіп салып алатын боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алған дұрыс. Мен ұнды екі бөліп салдым. Барлығының толық грамдары әдеттегідей астындағы описание бөлімінде жазылған. Енді бізге венчиктің қажеті жоқ. Қолымызбен жақсылап жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Осымен біздің жұмсақ қамырымыз дайын. Екі бөлікке бөліп аламыз. Бұны тоңазытқышқа салып қажет емес. Бірден жайып ала беретін боламыз. Менде қамыр өте үлкен болғандықтан екі бөлікке бөліп алдым. Қолымызға жабысып қалмас үшін осылай кішкене ұн септім. Енді қамырларымызды жайып алатын боламыз. Қалыңдығы шамамен 1 сантиметрде болу керек. Қатты жұқа етіп жібермеңіздер. Жайып алған қамырларымызды кез келген формада кесіп алсаңыздар болады. Мен осындай кішірек формада кесіп алдым. Дәл осы рецептпен 1 килоға жақын бізде пряниктер шығатын болады. Қалған бөліктерінен құрт сияқты етіп, осындай шариктер жасап, кішкене жайып жібереміз. Қайтадан жайып отыру қажет емес. Енді тесталарымызды формаға осылай жайғастырып аламыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 160 градуста пісіріп алдым. Әркімнің пешінің ыңғайына қарай 20-25 минутта пісіп шығады. Түсі дәл осындай болды менде. Енді біз бетіне глазурын дайындап алатын боламыз. Екі жұмыртқаның ағын миксерлеп аламыз.
Үстінен қант ұнтағын салып, жақсылап екеуі біріккенше миксерлеп алатын боламыз. Осымен біздің глазурымыз дайын. Печеньелерімізді дәл осылай батырып алып, форманың бетіне қойсаңыздар да болады. Немесе осылай барлығын үлкен ыдысқа салып, бетінен глазурымызды толықтай барлығын құйып, жақсылап шайқап жіберсеңіздер, ол да өте оңай әрі жылдам боласыздар. Менде шайқалған жері түспей қалыпты. Шайқап болған соң міне дәл осылай болып шығады. Осылай қатқанша 5-10 минут қалдырасыздар. Осымен біздің пряниктеріміз дайын. Видео ұнады деген ойдамын. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ әрі өте дәмді ас болсын.